Әуеден жерге қонғанша Сараның жаны шығып кете жаздады. Көзі мөлдіреп, шарасыз күйде қалған сіңілісін көруге асықты. Таксиге міне сала, есту мен сөйлеу қабілеті жоқ балаларды арнайы оқытатын мектеп-интернатқа келді. Барлығын төңкеріп, астан-кестен қылып жіберетін күші де бар еді. Бірақ ізін суытпай, зорлықтың болғаны туралы шағымдануға тездету керек деп ашуын ақылға жеңдірген. Бір бұрышта бүрісіп, жүзі бозарып кеткен сіңілісі Мәруаны көргенде жүрегі тоқтап қала жаздады. Қалай дәттері барды екен сені қорлауға, жаным-ау деп құшағына қысқаны сол еді, өзі де әрең тұрған мылқау қыз аңырап қоя берді. Таңнан бері үндеместің шын сөзін жалғанға айналдырғысы келгендердің де жүрегі бір уақытқа болса да жібіп, боздап көріскен апалы сіңіліге қарап көздеріне жас алды. «Директорларыңыз қайда?» деп айғайлады. «Ол кісі әлі келмеді. Сәл күтсеңіз 3-4 минутта келіп қалады», деді орынбасарлардың бірі. Мылқау қыздың әпкесі не дерін білмей, «Сөзім жоқ сендерге» деп сұлық отыра қалды. Мәруа Сараның қолынан тартып, «Бұл жерден кетейікші, енді келгім келмейді, көргім келмейді мына қабырғаларды» деп жан-жағына бір қарады да солқ-солқ жылады. Бұл істі қалалық ішкі істер департаменті тергеу басқармасының өз саласының білгірі аға тергеуші полковник Қайсенов Абылай Әуезханұлы қарайтын болды. Жасы 45-те, өмірде сабырлы адам көрінгенімен қылмысты тергеген кезде басқа Абылайға айналып кететіні барды. Ол мінезі қылмыскер үшін қауіпті болғанымен адамзат үшін пайдалы. Шындық су бетіне шыққанша жанын қоярға жер таппай кететіні бөлек әңгіме. Дәл осы тергеуші мылқау қыздың мұңын тыңдады. Мылқау Мәруа қолдарын әрлі-берлі сермеп, тоқтамай өз тілінде сөйлеп жатты. Әпкесі тергеушіге аударып түсіндіріп тұрды. «Түнде не болғанын білмеймін. Жаныма батып, денем ауырса да көзімді аша алмадым. Оянайын деп талпындым, бірақ басымды көтере алмай қиналдым. Оның демі, аузынан шыққан иісі әлі де мұрныма келіп тұрғандай. Әрі қарай не болғанын білмеймін. Оянған кезде өздігімнен тұра алмадым. Жатқан төсегімнің тақтайын тақылдатып, тәрбиешіні шақырдым. Не боп қалды таңнан? Әлі күнде шығып үлгерген жоқ. Жатпайсыңдар ма тыныш деп ұрса жөнелді. Ұйқысын бұзып жіберген сияқтымын. Өте бір қиын кісі өзі. Тұруға көмектесті. Төсекке қарап, етек кірін келетінін білмей қалғансың ба? Деді көзі бағжаңдап. Жоқ, олай емес, дей беріп едім. Саған не болған? Тазалыққа тақада едің ғой деп тағы сөйледі. Мені зорлаған сияқты дедім, денемді әрең тіктеп. Ойбай, не дейсің? Отырмыз ғой, осында ұйықтамай күзетіп. Жынды болып қалдың ба? Ондайды атама, деп душқа апарды. Өзі дереу біреуге хабарласты. Арырақ кетіп сөйлесті. Тұла бойым жаурап, сіресіп тұрған соң суға түспей дәретханаға тығылып, Астанадағы әпкеме хабарластым. Бары сол. Сонда қылмыс кеше түнде, яғни 12 сәуір күні болған ғой, деп тергеуші нақтылады. Мен ести сала алғашқы рейспен келген бетім осы, деді Сара. Ата-аналарыңыз бар ма? Әкеміз бала күнімізде қайтыс болған, ал анамыз ковид кезінде қайтты. Бұл қызды маған аманаттаған еді. Өзі де бір қырсық қой. Астанаға жұмыс бабымен ауысқан кезде алып кетейін деп едім. Келіспей қойды. Алматыдан оқуымды аяқтай салайын деді. Егер жанымда жүрсе, ең құрымағанда бір қалада жүрсек, бұндай қорлыққа душар болмас педік. Ой, кешіріңізші, артық әңгіме айтып кеттім бе? Деп Сара ішінде қайнап жатқан ойын сыртқа шығарған. Абылай Әуезханұлы бірі ымдап, екінші жылап тұрып жеткізген әңгіме таусылғанда, сұңғақ бойы сәл бүгіліп, үстел үстіндегі арызға қараған кезде ашық түрі сұрланып кетті. Мәруаға тіке қарап, белгілі бір адамнан күмәнданасыз ба? Жоқ, деді басын шайқап. Бірақ сол өзінің іштеңе білмегеніне өзін кінәлі сезінгендей жанарын жерден алмады. Жәбірленушіні дереу сот-медициналық сараптамаға жібереміз. Бұл іс үшін негізгі дәлелдердің бірі, деді Абылай Әуезханұлы. Сараның жүрегі шым айта қалды. Қорықпаңыз, деді тергеуші жай ғана жұмсара сөйлеп. Онда дәрігерлер жарақат белгілерін, киімдегі іздерді,
биологиялық үлгілерді тексереді. Екі жағынан екі полиция қызметкері ілесіп отырды. Сара сіңілісінің қолынан ұстап бір сәтке тоқтады да: «Бәрі жақсы болады, Мәруаш, сен ештеңеден қорықпа, ол оңбағандар сазайын тартады әлі». Сот медициналық орталықтың есігіне жеткенше қыздың жүрек дүрсілі анық естіліп тұрды. Ақ халатты дәрігерлер сәлемдесіп, хаттаманы қолына алды да: «Жәбірленушінің шағымы зорлау. Біз толық тексеру жүргіземіз. Қалғандарыңыз сыртта күтесіз», деді Сараға қарап. Сараптама да 1 сағатқа жуық созылды. Есік ашылып, дәрігер сыртқа шықты. Сара тіксініп орнынан тұрды. Алғашқы қорытынды зорлық белгілері бар. Толық сараптама нәтижесі 3 күн ішінде дайын болады, деді салмақты үнмен. Сараның көзінен жас парлап кетті. Мәруа есік алдында мелшиген қалпында бір нүктеге қарап біраз тұрды. Олар қайта полиция бөліміне оралғанда тергеуші Абылай Әзімханұлы үстел үстіндегі папкасын жауып бір-ақ ауыз сөз айтты: «Бұл істі соңына дейін жеткіземіз». Келесі күні тергеуші Мәруа оқитын арнайы мектеп-интернатқа бет алды. Қала шетіндегі сұрғылт ғимарат алыстан сұсты көрінді. Қақпада күзетші балаларға көз қырын салып отыр екен. Тергеушінің қолындағы қызметтік куәлікті көргенде күзетші орнынан атып тұрып есік ашты. Бірден директор кабинетіне бет алды. Директор орта жастағы толықша келген әйел екен. Үстел үстіндегі қағаздарын асығыс жинастырып сәлемдесті. «Абылай Әзімханұлы, қалалық ішкі істер департаменті тергеушісі», деді ол куәлігін көрсетіп. «Бізде осы мектептің оқушысына қатысты ауыр арыз тіркелді. Сізбен сөйлесуіміз керек». Директордың жүзі қуарып кетті. «Мәруа ма?» деді күмілжіп. «Иә, сіз осы жағдайдан хабардарсыз ба?» «Мен тек тәрбиешілерден естідім, сөйлесіп үлгермедім. Әпкесі келіп алып кетіпті ғой. Шымбекен өзі?» деп сөзін әрең құрастырды. «Сіз директорсыз. Мектеп аумағындағы әрбір бала сіздің жауапкершілігіңізде. Оқушы зорланғаны жайлы сөз болып тұр. Шымбекен өзі деген не сөз?» «Иә, шын. Ал не істейсіз?» «Зорлықтың алғашқы белгілері анықталды. Осының бәрі сіздердің өз жұмыстарыңызды дұрыс атқармағандықтан орын алып отыр. Көз алдарыңызда 16 жасар кішкентай қыздың ары төгілді. Сіздің айтып отырғаныңыз мынау», деп тергеуші өзінің екпінін әрең басты. Директор ауыр күрсініп үнсіз қалды. «Ендеше мен бөлмелес қыздармен сөйлесуім керек», деді тергеуші. Алдын ала шақыртып қойған сурда аудармашы да сыртта келіп тұрғанын тергеушіге жазған болатын. «Сосын маған интернатта жұмыс жасайтын барлық қызметкерлердің мәліметтерін беріңізші», деп директордың салғырттығынан жиіркенгендей қарады да шұғыл шығып кетті. Қыздардың бөлмесі тарлау екен. 4 кереует қатар тізіліпті. Үстелде шашылып жатқан кітаптар. Қыздар тергеуші кіргенде аңтарылып қалды. Олардың соңынан оқиға болған жерді қарап тексеруге криминалистер келген еді. Сурда аудармашы кішкене түсіндіріп өткен соң қыздар орындарына отырды. «Қорықпаңдар», деді ол жұмсақтау үнмен. «Тек сұрақтарға жауап бересіңдер». Алдымен сөзге пысықтау келген қара торы қыз ілікті. «Сол түні біз ертерек ұйықтадық, шамамен 11-лерде. Мәруа ештеңе демеді, бізді оятқан жоқ. Таңертең бәрі әдеттегідей болды». «Түн ішінде ештеңе сезбедіңдер ме? Бөтен дыбыс, қозғалыс?» деді тергеуші. «Жоқ», деді екінші қыз, арықша келген бойжеткен. «Біз мүлде естімейміз ғой. Тіпті құлақ түбімізге келіп бар даусымен айғайласа да біз бақпаймыз, бірақ сеземіз. Тек есімде, дәліз жақтан біреулер жүргендей болды. Жанымнан адам жүргенін сезіп оянған кезде тәрбиеші апай Мәруаның жанында тұрды. Мен телефонымды алып сағатқа қарағанда таңғы 5-тің кезі екен. Қуанып кетіп қайта жата қалдым», деді соңғы қыз. «Мәруаның қиналып жылағанын естімедіңдер ме?» деді таңданып Абылай Әуезханұлы. Айтарын айтып алып тілін тістей қойды. Мылқау жандардың әлемі меңіреу даладай тым-тырыс екенін қалай естен шығарып алдым деп қапаланып қалған еді. Сурда аудармашы соңғы сөйлемді аудармады. Абылай Әуезханұлы қаттамаға түртіп отырып, тәрбиеші мен мектеп директоры бір нәрсені білетіндей,
Зорлық көрсеткен адамға бөлмедегі қыздардың дым естімейтіні көмек болған. Енді тәрбиешімен сөйлесіп көру керек. Бейнекамераларда тек интернатқа кіре беріспен дәлізге қойылған екен. Ол орнынан тұрып терезеге жақындады. Терезенің темір торы бар. Сырттан кіру мүмкін емес. Демек қылмыскер іштегі адам. Бөлме есіктері қауіпсіздік үшін әрдайым ашық тұрады. Тәрбиеші тағы басқалары бар, кіріп шығып жүруіне мүмкіндіктері бар. Тәрбиеші Майра сөйлесу кезінде әбден шатасты. Жасы 50-55-ке келген ет жеңді сары әйел. Тергеушінің мысы басқан секілді шатып-бұтып жауап берді. 12 сәуір күні кезекшілікте болдыңыз. Не байқадыңыз? Ештеңе де болмады. Әдеттегідей барлық бөлмені аралап қарап жүрдім. Қызды зорлап кетті. Ал сіз бәрі тыныш дейсіз. Сонда қалай болғаны? Мәруа сізге не деді? Соны айтып тұрсыз ба? Деп саудың тамағын ішіп жындының сөзін сөйлегендей өтірік көлгерсей қалғанын Абылай Әуезханұлы жақтырмады. Таңға жуық тарсылдап кеткен соң бөлмелеріне кірдім. Жылап тұрып қанды көрсетті. Маған не болған? Деп сұрады. Не болған нес? Бойжеткен қызға келетін белгі ғой. Жүр жуындырайын, деп душқа апардым. Барлығы сол, деп суылдады. Үстіндегі зорлықтың ізін көрмедіңіз бе? Көгерген немесе қызарған дегендей. Жоқ, ештеңе байқамадым. Көрсем айтам ғой. Көз алдымда өскен қыздар ғой. Сіз кімге қоңырау шалдыңыз сол кезде? Үйде балам жалғыз қалған. Соны ояту үшін хабарластым. Дәл сол кезде балаңызға хабарластыңыз ба? Иә. Тергеушінің ойы бекіді. Демек, күдіктілер шеңбері мектептің қызметкерлері. Тәрбиеші өтірік сөйлеп тұрғандай. Абылай Әуезханұлы директордан алған тізім бойынша интернатта жұмыс істейтін барлық ер қызметкерлерді жеке-жеке шақырып сұрақ жауап жүргізді. Әрбірінен сол түні қайда болғанын, жұмыс уақытын нақтылауды, жәбірленушінің бөлмесіне кіруге мүмкіндігі болған-болмағанын, бейне бақылаумен журналға сәйкестігін тексерді. Тергеуші сұрақтарын қысқа әрі нық қойды. Қарсы отырған адамның бет жүзіндегі өзгерістерді, қол қимылдарын, даусының дірілін қалт жібермей бақылап отырды. Кәсіби әдетімен жауаптардағы қайшылықты, күмәнді тұстарды дереу байқап, қосымша нақтылау сұрақтарын қойды. Кейбір қызметкерлер ештеңе білмейміз деп қысқа қайырғанымен, Абылай Әуезханұлы олардың сөзін журналдағы жазбамен салыстырып отырды. Бірнеше қызметкердің сөзі сәйкес келмеді. Ол артық сөзге бармай, барлығын хаттамаға түсіріп, күмәнді адамдарды бөлек тізімге енгізді. Абылай Әуезханұлы кабинетіне қайта оралды. Үстел үстінде қалың хаттамалар, қызметкерлердің тізімдері мен уақыт журналдары жатты. Ол көзін жұмып бір сәт ойланып алды. Ішкі түйсігі кейбір жауаптарда жалғандық барын сездірген. Бірақ сезім емес, дәлел керек. Иә, тек бұлтартпас дәлел ғана қылмыстың бетін ашады. Ол дереу қылмыстық істің материалдарына қосымша қаулы енгізіп, сараптамаға сұраныс жолдады. Сонымен қатар интернаттағы бейнебақылау камераларының жазбасын талап етті. Абылай Әуезханұлының таңы жүгіруден басталды. Таң бозарғанда ұйқысы шайдай ашылатын. Тергеуші Абылайдың бала кезгі әдеті. Ал қым-қуыт тергеу кезінде жүгіруі тым үдейтін еді. Жүгірген сайын қылмысты ашу үшін жинаған детальдары орнын тапқан пазлдардай қиюласып тұра қалатын. Өз ойын бөлгісі келмегендей әдеттегіден ұзақ жүгірді. Мәруаның сот медициналық сараптамасы дайын болған күн. Оның қаны мен несебінен табылған седативті дәрінің ісі оның дәрменсіз күйін дәлелдеді. Сол сәтте ол ештеңеге қарсы тұра алмайтындай есінен айырылып, терең ұйқыға кеткендей халде болған. Зерттеу нәтижелері одан да жүректі сыздатты. Қыздың ағзасынан бөгде адамның ДНК-сы анықталды. Бұл оның еркінен тыс жасалған жыныстық қатынастың бұлтартпас айғағы еді. Оқып тұрып Мәруаның айтқан сөздері білмеймін не болғанын деп жылағанын енді түсінді. Сараптаманы оқып біраз бөгелген тергеуші Мәруадан табылған ДНК-мен сәйкестендіру үшін мектептегі ер адамдардың бәрінен биоматериал алынсын деді.
ол 5-7 күнге созылады. Ал қылмысты тез ашпасаң, қылмыскер ізін суытып кетуі мүмкін. Сондықтан Абылай Әуезханұлы қайта іске кірісті. Өзі бейнежазбаларды криминалистпен бірге қарауға отырды. Әр кадрды баяулатып, әр есіктің ашылған-ашылмағанын, дәліздегі көлеңкені де қалт жібермеді. Уақыт журналындағы жазбамен салыстырды. Бір жерде сәйкессіздік шықты. Түнгі 23:00 шамасында интернатқа белгісіз бір жігіт кірген. Ондай адам интернатта жұмыс істемейді. Камерадағы бейнені бірнеше рет қайта-қайта қарады. Дәліздегі жарық күңгірт, бейне айқын емес. Бірақ Абылай Әуезханұлының қырағы көзі кішкентай ғана детальді қалт жібермеді. Бейнежазбадағы жігіттің қолында былғарыдан қоңыр білезік бар. Ал ол білезік зорлық болған жерден табылған заттардың тізімінде тұрғанын көрген. Қазіргі жастардың тағатыны білезік дейме, жіп дейме, сондай бірдеңе. Дереу директордан қосымша жауап алды. Қылмыс орын алған күні бейнекамера жазбада дәлізде жүрген адам сіздің қызметкеріңіз емес сияқты. Жас жігіт. Ол кім? Деді көзін көзіне қадап. Директор біраз үнсіз қалды. Сосын күбірлей жауап қатты. Менің балам ғой. Айфонымның қуаттағышын ұмытып кетіп жұмсаған едім. Біз жақын тұрамыз осы маңда. Күзетшілер жақсы таниды. Бірақ оның бұл іске еш қатысы жоқ. Одан тіпті көруші болмаңыз. Тергеуші аларып қарады. Қас-қабағы қатуланып кетті. Еш қатысы жоқ деген сөз оған емес, өзіне жұбату үшін айтылғанын аңғарды. Абылай Әуезханұлы дереу куәгерлерді қайта сұратып, журналдағы деректерді бейнежазбамен қайта салыстырды. Қыздардың бөлмесінде камера жоқ болғанымен, дәлізге кіріп шыққан әр қадамды қалт жібермеді. Бейнежазбадағы бейне дәл директордың 23 жасар баласы екенін растайтын бірнеше ұсақ дәлел табылды. Бойының биіктігі, киімінің түсі, былғары білезігі, бір аяғын ішке басып жүргені. Сосын зорлық болған жерде қарап тексеру жүргізген кезде дәл осы былғары білезіктің тізімде тұрғанын көрген. Бірақ оны қыз балаға тән деп ойлап мән бермеген еді. Сол сәттен бастап күдік директордың ұлына ауысты. Алматының бітпейтін кептелісінде тұрып, өз ойымен әлек болды. Қыздың тағдырын қорлаған кім болса да жауап беруге тиіс. Оның үстіне қоғамның әлсіз тобына, мүмкіндігі шектеулі жанға зорлық көрсету деген енді барып тұрған айуандық емей немене? Ол қылмыстық істің жаңа бағыты бойынша директордың ұлын ресми түрде жауапқа шақырды. Есіктен орта бойлы, қысық көз, арықша келген жас жігіт кірді. Директордың баласы Марат, жасы 23-те. Жұқа беті сұрланып, қысық көзі жыбылықтап тұрғанын бірден байқады. Әлгі бейнежазбадағы былғары білезігін қолына тағып алыпты. Біреуін жоғалтып, екіншісін қайта сатып алып үлгерген бе? Әлде екеу болып, біреуі қалып қойған ба? Деп жүйрік ойы ой-қырды шарлап кетті. Отырыңыз, деді тергеуші сабырлы дауыспен. Оқиға бойынша жауап бересіз. Жігіт орындыққа жайғасқанымен көзі тергеушіден тайқыды. Сізді 12 сәуір күні бейнебақылау дәлізде жүрген жеріңізде түсіріп алған. Сағат түнгі 24:13. Не істеп жүрдіңіз? Әрі қарай камералар істен шыққан. Сонда шыққан уақытыңыз белгісіз. Мамамның заттарын алып кетуге келдім, деді жас жігіт кібіртіктеп. Абылай Әуезханұлы жігіттің жүзіне қадалды. Затын алған соң неге бірден шықпадыңыз? Дәлізде әрі-бері жүргеніңіз көрініп тұр. Неге бөгелдіңіз? Жігіт ернін қысып бір сәт үнсіз қалды. Артынша, ештеңе, жай ғана жүрдім, деді күмілжіп. Дәлізде ме? Түн ортасында? Тергеушінің дауысы суық әрі анық шықты. Сенде қанша мынадай былғары білезік бар сонда? Деп жігіттің қолына тағып алғанын ұстады. Осы ғана. Анам сыйлаған соң тастамай тағамын, деді Марат сұрақтың мәнін түсінбегендей. Жауаптарыңыз хаттамаға тіркелді, деді. Бірақ бейнежазба мен уақыт журналдары сіздің сөзіңізбен сәйкес келмейді. Бұл жай ғана жауап емес, қылмыстық іс бойынша күдікті ретінде берілген жауап. Жігіттің өңі қоқыл тартып, тілі байланып қалды. Шын айтып тұрмын, сағатқа қарап жүрмедім. Бардым, біраз жүріп қайттым. Сізге қатысты сот молекулярлық генетика сараптамасы тағайындалады.
ДНК үлгісі алынады. Бұл заңды процедура. Дегенмен бас тартуыңызға да болады. Бірақ кінәлі болмасаңыз неден қорқасыз? Жігіт бір сәт тосылып қалды. Мен ештеңе істеген жоқпын деп міңгірледі. Тергеуші салқынқанды қалыппен, егер рас айтсаңыз қорқудың қажеті жоқ. Сосын ол сараптама жіберіліп, дәрігер мамандар қажетті құралдарды дайындап, күдіктіден сілекей мен қан үлгісі алынып, арнайы хаттама толтырылды. Полковник стол үстіндегі құжаттарды шашып алды да, қайта жинап, сараптама қорытындысын мұқият оқи бастады. Қыздың өзі мұндай дәріні қолданбағаны анық. Демек, біреу қасақана берген. Бұл зорлықтың алдын ала жоспарланғанын айғақтайтын маңызды дәлел. Тергеушінің жүзі сұрланып кетті. Ол дереу өзі жетекшілік ететін жедел тергеу тобындағы бір анықтаушыны шақырып, интернаттағы дәрі-дәрмек сақтайтын бөлмені тексеріңдер. Седативтік препаратты кімнің алғанын анықтау қажет, деп тапсырма берді. Абылай Әуезханұлының ойы жүйріктей шапқылап бара жатты. Бұл жай ғана жыныстық қылмыс емес, біреудің ақылымен құрған жоспары. Кімнің қолында қандай дәрі бар? Дәрігер ме, тәрбиеші ме, директордың баласы ма, әлде техникалық қызметкер ме? Интернаттың өзі осындай препараттарды сақтамайды. Демек, дәріні сырттан әкелген. Мұқият болмаса болмайды, деді іштей. Күн батпай мектеп директорына барып, тағы біраз сұрақтың жауабын алғысы келді. Бұл жолы директордың түрі әлгінде ғана шын зорлап па деп сенбей сөйлегенде емес, істің оңтайлы шешілуіне барлық күшін салатынын айтып, ағынан жарылумен болды. Қылмыс болған күні таңғы сағат 5 шамасында сізге тәрбиеші хабарласты ма? Иә, хабарласты. Неге алғашқы күні жасырдыңыздар? Тәрбиеші де өтірік айтты. Мен сенген жоқпын, шынымды айтайын. Оның үстіне Мәруа да мені зорлаған сияқты деп сенімсіз айтқан екен. Сосын тәрбиешіге өтірік шығар, үндемеңдер дегенім рас. Енді өзіңіз ойлаңызшы, кім осылай болатынын білген? Сонда алыстағы әпкесі келіп шағымданбаса, міз бақпай отыра бересіздер, иә? Енді сіздің ұлыңыз күдікті ретінде жауапқа тартылып жатыр. Мүмкін қылмыскер сіздің ұлыңыз болар. Ой, жоқ, менің ұлым ондайға бармайды. Соңғы сұрақтан кейін мектеп директорының жағдайы болмай қалды. Қан қысымы көтерілді ме, әп-сәтте былқ-сылық күйге түсті. Мен қайтып келемін, деп тергеуші шығып бара жатып. Интернаттан шығып кеткенше шындықтан құтыла алмайсыңдар, деп қайталаумен болды Абылай Әуезханұлы. Кешкісін тергеушінің кабинетіндегі есікті жеңіл қағып, интернаттағы камераларды қайта қарап отырған жігіт кірді. Қолында флешкасы бар. Мен бір қызық жайтты байқадым. Тергеуші басын көтеріп ишара етті. Айта бер. Жігіт флешканы ноутбукқа салып, дәліздегі бейнежазбаны көрсетті. Кадрда директордың орынбасары. Ұзын бойлы, арық келген 30 жастағы жігіт. Есімі Серік Танбасов. Таңертең жұмысқа кіргені анық жазылған. Бірақ кешкісін шығып кеткен сәті ешбір камераға түспеген. Ал мынау электрондық журнал, деді жігіт екінші құжатты ашып. Оның ID карточкасы бойынша кешкі сағат 19:30 шамасында интернаттан шыққан деп тіркелген. Абылайдың қабағы түйіле түсті. Демек, бейнежазбада жоқ, бірақ жүйе оны сыртқа шыққан деп көрсетіп тұр. Ол ойланып қалды. Бұл классикалық манипуляция. Біреу карточканы қолдан жасаған, немесе орынбасардың өзі біреуге сеніп тапсырған. Ал өзі ғимарат ішінде қалып қойған. Бірақ аса жаны ашығыш мұғалімдей көрініп еді. Бөлмеге қарап тексеру жұмыстарын жүргізуге барғанда да өзін көрдік. Мәруаның жағдайын сұрап, көмек қажет болса айтыңыз деп еді. Сара да интернаттан тек орынбасардың хабарласып, зорлық болғанына сенетінін айтқан еді деп еді. Бірақ ерте ой түйіп қойған тәріздімін. Серік Танбасовтан жауап алған соң белгілі болар. Таңғы 5-тен оянған тергеуші 2 сағат бойы өзен жағалап жүгірді. Әр басқан қадамы қылмыстың бетін ашу болды. Абылай Әуезханұлы дереу басқа жоспар құрды. Серік Танбасов туралы білуге тиіс барлық мәліметті алып келші, деді қылмысты ашу бөлімінің жедел уәкіл қызметкеріне.
Қылмыскер артына түскенін білсе, сақтық шараларын жасауы мүмкін. Сондықтан бұл істе қателікке ұрынбау керектігін жақсы біледі. Абылай Әуезханұлы, бақылау нәтижесін баяндауға рұқсат етіңіз. Тергеуші қысқа ишара жасады. Директордың орынбасары қала шетіндегі қарапайым пәтерде тұрады. Пәтер әкесінікі, жан ұясы бар. Әйелі жұмыс істемейді, үй шаруасында. 2 қызы бар, екеуі де балабақшаға барады. Үйде қарт әкесі тұрады. Денсаулығы әлсіздеу, үнемі күтімді қажет етеді. Қолындағы қағаздарына тағы үңіліп, көлігі бар, кредитке алынған. Соңғы айларда төлемдерді уақытылы жасай алмай жүргенін аңғардық. Абылай Әуезханұлы үнсіз тыңдап, орындығының арқалығына сүйенді. Ішкі түйсігі тағы бір жіптің ұшын сезіп қалды. Демек қаржылық қысымда жүр. Жақсы, бақылауды жалғастырыңдар. Қай жерде, кіммен кездескенін, кешкі уақыттарын жіті қадағалаңдар. Қаржылық қиындыққа түскен адамның ізін жасыру оңай емес. Кемінде бір жерде жаңылады, деді ол анық үнмен. Жігіт басын изеді де шықты. Кабинет қайтадан тына қалды. Абылайдың көз алдына мылқау қыздың жанарынан көрген үрейі қайта оралды. Ол үшін істің ар жағындағы шындықты ашу жай ғана қызмет емес, адамдық парыз еді. Абылай Әуезханұлы күдік шеңберін тарылту үшін ең алдымен күдіктінің көлігінің қозғалыс бағытын анықтауды ойлады. Транспортты бақылайтын телеком операторлар мен қаладағы жол камералары арқылы деректер сұратты. Қай күн, қай сағатта, қай бағытқа барғаны туралы деректің маңызы айтпаса да белгіледі. Құжаттарда көліктің әр аптаның 4-ші күні Назарбаев көшесіндегі орталық дәріхана алдына баратыны анық болды. Абылай Әуезханұлы прокуратура арқылы аудандық дәріханаларға сұрау жіберіп, рецептік журналдарды талап етті. Журналдағы жазбалардан күдіктінің аты жөні шықпады. Бірақ фамилиясы ұқсас деп Серік Танбасовтың әкесі Мәлік Танбасовтың есімі атып шықты. Әкесіне рецепті бойынша дәрі рәсімделген. Дәрінің түрі рецепті талап ететін седативтік топтан шыққаны анықталды. Рецепт апталық, бейсенбі күні беріледі. Дәріханалық рецепттер әкесінің атына берілген седативті дәріге арналған. Дәл сол дәрі Мәруаның қанынан табылды. Бұл күдіктіні тікелей айыптау емес, бірақ өте мықты дәлел еді. Абылай Әуезханұлының қолында енді айқын құжаттар мен зертханалық нәтижелер болды. Сот-медициналық токсиколог Мәруаның қанынан табылған метаболитті сипаттайтын хаттаманы абайлап ашты да фармакологпен бірге аптекалық дәрінің партия нөмірін салыстыра бастады. Бірнеше сағаттан кейін келесі қорытынды түсті. Мәруаның қанындағы зат пен аптеканың рецепті бойынша берілген седативтің химиялық құрамы бірдей еді. Метаболиттік профильдер сәйкестігі жоғары болды. Директордың баласы Маратқа, сонымен қатар интернаттағы барлық ер адамның ДНК сәйкестігін тексерген сараптама да дайын болған екен. Алдымен Мараттың сараптамасын оқыды. Киім мен ағзадан табылған бөгде ДНК күдікті профилімен сәйкес келмейді. Киімдегі ДНК профилі күдікті азамат Серік Танбасов референстік үлгімен толық сәйкес келеді. Осы сәтте оның ойына маңызды жайт түсті. Сол күні интернатқа директордың баласы кіріп шыққан, бірақ қыздардың бөлмесіне ол ешқашан бармаған. Ал білезікті сол жерге қалдырып кеткен нағыз қылмыскер Серік емес пе? Мәруаны Сара келіп алып кеткенде тергеу болатынын сезді. 12 сәуір күні өзі тығылып іште жүргенде директордың ұлы да көлбеңдеп келе қалғанына, сол кезде қаны қарайса да кейіннен оған жала жауып, бір оқпен 2 қойынды атамын деп айла тапты. Директорды орнынан алған жағдайда өзінің директор болып шыға келетінін армандаған болар. Бастыққа жақын жүргендіктен ұлы жайлы хабардар. Әлгі білезік туралы да білетін болып тұр. Сонда мотиві осы ма? Тергеуші өз ойына өзі сенбей тұрды. Кабинетке орынбасар Серік Танбасов кірген сәтте әдеттегідей тіл мен жағына сүйеніп сөйлеп кірді. Жұмысым көп еді, арнайы интернат болған соң қағаз жұмыстары көп. Тергеу аяқталуға жақын ба өзі? Деді полковникқа қарап. Оның сұрақтарын назарға ілмеген полковник. Мәселе 12 сәуір болған жағдайда. Сіз сол күні интернаттан шыққан жоқсыз. Камерада бейнеңіз жоқ.
тек ID картаңыз шығып кетті деп тіркелген. Мұны қалай түсіндіресіз? Орынбасардың өңі сұрлана түсті. Мен, бәлкім техникалық ақау болған шығар, деді күмілжіп. Тергеуші қаламын қағазға түртіп отырып. Жарайды, бірақ тағы бір жайт бар. Қыздардың бөлмесінен табылған білезік. Сіз оны көрдіңіз бе? Жоқ, көрген жоқпын. Абылай жымиып. Қызық екен. Ал саусақ ізіңіз дәл сол білезіктен табылды. Орынбасардың көзі атыстай болды. Тергеуші оған әдейі жалған айғақ айтып психологиялық қысым жасаған еді. Ол әдіс нәтиже берді. Күдіктінің ерні дірілдеп көзін тайдырып әкетті. Мен ештеңе істеген жоқпын, деп орнынан қозғала жаздады ол. Сабыр етіңіз, деді Абылай салқын қанды үнмен. Тағы бір сұрақ. Сіз әкеңізге рецепт арқылы дәрі алып жүрсіз ғой. Сол дәрінің құрамындағы зат Мәруаның қанынан табылған. Бұл сәйкестік пе? Серік абдырап қалды. Тергеуші қас қаққанша оның ішкі әлемін аршып отырғандай еді. Мен әкем үшін ғана алдым, деді ақырын күбірлеп. Абылай Әуезханұлы орнынан еңкейе түсіп, салмақты дауыспен: әкеңізге алған дәріні Мәруаның сусынына қосқансыз, мылқау қызды зорлағансыз. Білезікті бөлмеге тастауыңыз кінәні басқаға аудару үшін жасалған амал. Бұл ойыңыз іске аспай қалды. Серіктің көзіне жас үйірілді, ерні жыбырлады, бірақ ештеңе дей алмады. Біз асханадағы қыздардан жауап алғанда, олардың тамақ берілетін уақытта орынбасарлардан сіз ғана келіп тексеріп кететініңізді айтқан еді. Сол уақытта салып жүрсің ғой сусынға дәріні, деп Абылай Әуезханұлы үстелді бар күшімен ұрып қалды. Не болды? Не жетпей жүр саған? Өзіңнің де қыздарың өсіп келеді емес пе? Деп басын салбыратып отырған Серікке қарады. Қыздары енді есіне түскендей еңіреп кетті. Қыз денесі мен киімде қалған ДНК Серік Танбасовқа тиесілі. Былғары білезікті әдейілеп тастап кету, интернат ішінде жасырынып қалып, қызды шала жансар күйге түсіретін дәрі ішкізіп, кәмелет жасқа толмаған мылқау қызды зорлағаны толықтай бұлтартпас айғақпен дәлелденді. Сот шешімімен директор орынбасары Серік Танбасов 15 жылға бас бостандығынан айырылды. Жазасын қатаң режимдегі түзеу колониясында өтейтін болды делінген. Сонымен қатар кәмелет жасындағы балалармен жұмыс істеуге өмір бойына тыйым салынды.